үйде өзім кішкентай нәрседен тігін тігіп бастап жүрген уақытта осы Атамекен кәсіпкерлер палатасында грант беріліп жатыр дегенді естіп, сол жерге барып, мемлекеттің тарапынан ақша ұтып алып, сонымен мен осы кәсіпті бастап кеттім. Ол кезде менің өзімнің қолымда бір ғана машинка болған. Кәсіпкерлер палатасында әйелдерді дамыту орталығы бар. Тігін болсын, бухгалтерия болсын, қандай салада болсын, ол жердегілер сіздерге керекті білімнің барлығын береді. Менің алдыға қойған мақсатым 25-50 қызды жұмыспен қамтып, кәдімгі өндіріске кіріскім келіп жатыр. Осындай табысқа жетем дейтін болсаңыздар, дамыңыздар, оқыңыздар, өсіңіздер, кәсіппен айналысыңыздар. Мемлекеттің тарапынан кәсіп істеймін дейтін болсаңыздар, қазір мүмкіндіктер өте көп.